Ілияс Жансүгіров асудан асу бел асып келіп, 1934 жылы өзінің әйгілі күйші поэмасын жазды. Поэма оқырманды салған жерден тау өзенінің арында ағысындай үйіріп әкетеді. Поэманың қаһарманы Сары Үйсін руынан шыққан салт атты сабау қамшылы бір жігіт еді. Бар жақыны жар дегенде жалғыз шешесі ғана. Ел оны күйші деп қана атайды. Күй ырғағын, әуен сазын айнытпай бейнелеп, өзінің ерекшелігімен баурап алатын еді. Сол аты жоқ Сары Үйсініңіз осында жиналған хан мен қараны тамсандыруда. Осылайша табиғатты манауратқан күйшіні ханның қарындасы, әйелдің ақ сұңқары ханзадасы Қарашаш сұрап алады. Бейшара күйші не хәлге түскенін аңғара алмай, Қарашаштың соңынан еріп барады. Қарашашқа құл болдым деп ойлаған күйші біртіндеп есін жиып, үй ішінің көріністеріне көз салады. Алғашында айдаһардай әсер еткен ханша енді қара қас, қылаң қабақ, керқұба қыз болып көрінеді. Қарашаш күйшінің жүрегінде ғашықтық отын жандырып, құштарлық сезімін лаулатады. Күй құдіреті Қарашашты да балқытып, күйшіге ғашық қылдырады. Осылайша екеуін де арпалысқа түсірген махаббат желсін сапақ оқиғасы үзіп жібереді. Қаһарлы ханшаның жүрегін күй құдіреті ерте алды ма? Сапақ оқиғасы қалай жалғасты? Осы оқиғалардың жалғасының барлығын күйші поэмасынан таба аласыздар. Мен күйші поэмасын оқып Ілияс Жансүгіровтың не айтқысы келгенін түсіндім деп айта аламын. Тіпті Ілияс Жансүгіровтың өзімен сырласқандай сезімдемін. Күй тек музыка емес, халқымыздың жан дүниесі мен тарихының айнасы. Ал күйші осы сырды жеткізетін адам. Енді әр күйлерді тыңдағанда әуенге елікпей өмір мен сезімді сезінемін. Дәл солай Жансүгіровтың бізге айтқысы келгені деп түсіндім.